Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер және YouTube желісінің оқырмандары, сіздерге кезекті видео жасап жатырмын. Яғни бізде білім класында қосымша білім беру педагогтардың топтарын, яғни үйірмелік жұмыстарды қосуымыз керек. Ол үшін қандай алгоритмдер жасаймыз? Бастапқы алгоритм сол жүйеге кіру, мектептің басқару бөліміне өту және қосымша білім беру деген бөлімге өту. Сосын топты қосу дейді. Топты қосу кезінде арнайы мынандай параметрлер сұралады. Так, топтың атауын, топтың жаңағы компоненттік түрін таңдау. Енді бұл жерде мен мамандандырылған компонент, яғни мектеп компоненті деген. Бұл жүйеде мектеп компонентіне байланысты қосымша білім беру педагогтарына сағат беріледі деп осы жүйені таңдадым. Одан кейін қорытынды бағалау жоқ дейсіздер. Қорытынды кезең жылдық дей салыңыздар. Бұл жерде ешқандай 90-дық қорытынды немесе жылдық қорытынды деген жүйе жүрмейді. Табель жоқ дейсіздер. Оқу тілі қазақ тілі, орыс тілі болса орыс тілі. Одан кейін мұғалімді көрсетесіздер. Мұғалімді көрсетіп таңдап кетесіздер. Сосын топты енгізу күні. Сіздер қай күннен бастап топты аштыңыздар? Бірінші жарысшылықтан ба немесе жылдың басынан ба? Сосын ол сыныпқа сіз неше сағат өтесіз, апталық жүктеме деген нәрсе болады. 2 сағат өтетін болсаңыз, мысалы 68 сағат. Сосын күн тәртібінде бұл бірінші ауысым. Яғни сіздер ауысымды реттеген кезде мына нәрсеге мән беріңіз. Сіздің таңдап жатқан оқушыларыңыз бірінші ауысымда, екінші ауысымда. Егер екінші ауысымда болатын болса, оқитын болса негізгі, онда сіз бірінші ауысымнан аласыз. Яғни бірінші ауысымға уақыт қоясыз, жоспарлайсыз. Так, бірінші ауысымның 23 деген таңдаймыз. Сосын осы қосымша білім беру топ құрған екен, топты белгіленген бұйрық нөмірмен көрсетесіздер. Сол қай күні екенін нақты айтасыздар. Так, топтың атауын көрсеттім. Жас шахматшылар жеңіл болу үшін 5 ай деп көрсеттім. Яғни сол сыныптың оқушыларын алдық. Қосу батырмасын басамыз. Топ құрылады. Мына жерге қарасаңыздар. Енді бұл сыныпта оқушыларды көре аласыз. Оқушыларды көруіне қосу үшін тек оқушыларды таңдап қосатын болсаңыз, оқушыны қосу дейсіз. Егер сыныптың ішінен алатын болсаңыз, онда сыныпта қосу дейсіз. Осы жерден мысалы жаңағыдай сол сыныпқа өтесіз. Қай сыныптың оқушыларын алдыңыз, сол сыныптың таңдасаңыз автоматты түрде сол оқушылардың тізімдері шығады. Мына оқушылардың барлығы дұрыс па? Осы барлық оқушыны арнайы бір топ ретінде құрып аламыз. Таңдалды. Сыныпта оқушылардың керегін таңдап аласыздар. 15 болуы мүмкін, 14 болуы мүмкін. Осы бір сыныпта сол неге қатысатын. Соны нақтылап көрсетесіздер. Оқу жылының басынан не аламыз? Жаңағыдай бұйрық нөмірді енгіземіз деген сияқты. Бұйрықтың шығарған күні ол да 1 сентябрьге. Жалпы осылай уақыт аралықты көрсетесіздер. Одан кейін қосу батырмасын басамыз. Қосу батырмасын басқан екен автомат түрде оқушылар осы жерге қосылады. Оқушыны шығару әрекеті арқылы біріне-бір оқушы кеткен оқушыларды шығарып тастайсыздар. Енді біздер кестеге өтеміз. Келесі әрекет мектепті басқару бөлімі кесте бөліміне өтесіздер. Сосын жоғарыда сыныптың несін чертсеңіздер, төменде қосымша білім беру деген тұрады. Қосымша білім беруді басамыз. Осы жерде жас шахматшылар 5 ай деген бөлімге өтесіздер. Өткен екен кәдімгі сіздердің жоспарлы сабақ кестелеріңіздегі, негізгі сабақ кестелеріңіздегідей осындай кестелер ашылады. Сөйтіп, белгіленгенде бірінші аптаның, екінші аптаны ашып аласыз. Осыған сіз қай күні, осы аптаның ішінде қай күні, қай уақытта сол сыныпқа сабақ өтесіз? Қай уақытта өтесіз? Сол уақыт аралығын көрсетуіңіз керек.
Енді осы мына аралықта жоспарлайды бұл кісілер мына топқа аптасына 2 рет сабақ өтеді екен. 10:40 пен 11-дің аралығында. Өз автоматты түрде пән шығады, оқу бағдарламасын құрмайсыздар, топ өзі бүкіл мұғалім осылай шығады, просто сақтау батырмасын басып кетесіздер. Сақтау батырмасын басып кетесіздер. Екіншісі ол жұма күні болады. Жұма күні де тура осы уақытта болады. Ашқан екен топ автоматты түрде шығады, сақтау батырмасын басасыздар. Енді осы берілген берілген аптаны, осы кестені сол аптаға көшіреміз. Яғни 90 таңдаймыз, барлық аптаға көшіру, сақтау батырмасын басамыз. Сосын жүйені бір тексеріп көресіздер. Сабақ кестесі барлығына түсті ма, не түспеді ма? Көріп шығасыздар. Яғни бірінші топты толыққанды сабақ кестесін құрып шықты. Ары қарап мұғалім өз логин пароль арқылы КТЗ бөлімге өтіп толтыру әрекеттерін жасайды. Ол жүйені мен қазір жеке қайта түсіретін боламын. Жалпы назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.